Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы баспа бұқаралық ақпарат құралдар әлем елдерінде заманауи мәселелер мен келешегі. Бүгінгі тақырыптың негізгі сұрақтары: 20 ғасырда ақпараттық қарым-қатынастың қадамдары, компьютерлік жүйенің жылдамдықпен дамуы, ақпарат өндірісінің жаһандануы. 20 ғасырда ақпараттық қарым-қатынастың алғашқы қадамы жоғары дамыған елдерде 19 ғасырдың соңында мерзімді баспасөз өмірінде жасалған шұғыл бетбұрыс арқылы көрініс тапты. Ат төбелінде ғана оқырманға ғана қызмет еткен, таралу аумағы тым тар болған мерзімді баспасөз өзінің 300 жылдық тарихында тұңғыш рет Бұхараны жаулап алды да ғасырлар тоғысында ақпараттың маңызды құралына айналды. Әлеуметтік, технологиялық, экономикалық кешенді фактордың ықпалымен мерзімді баспасөзде жаңа сапалық өзгеріс пайда болды. Осылайша журналистиканың әлеуметтік институт ретіндегі маңыздылығының күрт артуына жол ашылды. Қалың бұқара жаппай сауат ашып, бүкіл халықтық сайлау жүйесінің енгізілуі өзге қоғамдық институттармен салыстырғанда журналистиканың қоғамдық саяси үрдіске ықпал ету қабілетін арттырды. Ал ақпараттық қарым-қатынастың екінші қадамы ретінде радионың өмірге келуін айтуға болады. 20 ғасырдың басында дауыс, дыбыс пен ауызша ақпарат жеткізетін сымсыз хабаршы радионың байланыс саласында жаңа құралға айналуы журналистика тарихындағы жаңа құбылыс болды. 1920-30 жылдары радиохабар кең тарап миллиондаған тыңдаушыны қамтыған көпке ықпалы зор жаңа арна қалыптасты. Жүре келе мерзімді баспасөз бен радиохабар арасында бірлескен іс-қимыл мен бәсекеге негізделген теңдік ұстанымы туды. Ал енді ақпараттық қарым-қатынастың үшінші қадамына келетін болсақ, бейнелі ақпарат жеткізуге арналған тәжірибелік істің алыс қашықтықта кеңістікке тұрақты түрде телехабар тарата алатын жағдайға ауысуы еді. Нәтижесінде телевизия атты техника бұқаралық ақпарат құралына айналып шыға келді. 50-ші жылдары телевизияның бұқаралық ақпарат құралы болып қалыптасуы мерзімді баспасөз бен радиохабар арасындағы тепе-теңдіктің бұзылуына әкеліп соғып, жағдайды өзгертіп жіберді. Телевизия өзінің қалыптасуының соңғы сатысында әлемнің көптеген елдерінде ең көп аудиторияға ие болды. Сонымен қатар дыбыс пен дауыстың, мәтіннің, қимыл қозғалыс пен бейненің көмегі арқылы ықпал ету қабілеті зор ақпараттың басты құралына айналды. Телевизияның қарқынды зор секірістері мерзімді баспасөз бен радионы белгілі деңгейде болса да дағдарысқа ұшыратып, телехабарлар мен бәсекелестіктің жаңа жағдайына бейімделуіне, тың ізденістер мен басқаша тәсілмен жұмыс істеулеріне итермеледі. Енді ақпараттық қарым-қатынастың төртінші қадамына келетін болсақ, 20 ғасырдың соңғы 25 жылында басталды. Осы тұста телевизия ақпаратының қамту аясы түбірімен өзгергендігімен ерекшеленеді. Ғарыштық және кабельдік телевизия күшті дамып, аса көп мөлшерде ақпарат жинауға, сақтауға және бүкіл дүние жүзіне жедел таратуға толық мүмкіндігі бар компьютерлік жүйенің пайда болуы журналистиканың дамуын жаңа сатыға көтерді. Аталмыш жүйенің мүмкіндігі мәтіннің, дауыс пен дыбыстың және бейнелі ақпараттың сол сәтте жедел тарайтындығында еді. Осы сипатымен ол дәстүрлі бұқаралық ақпарат құралдарында болмаған ақпараттық қарым-қатынастың тың әрі жан-жақты белсенді тұрпатын қоғам өміріне әкелген болатын. 80 жылдардың алғашқы жартысында әлемді жайлаған ғаламтор компьютерлік жүйенің әлеуетті дамуы 90 жылдардың орта тұсында миллиондаған адамдар үшін бұрын-соңды өмірде болмаған аса әрі ақпараттық базаларға енуіне мүмкіндік берді. 2000 жылдың басында әлемнің 200 миллион тұрғын онлайн ақпараттық жүйеге енсе, келесі 6 жылда олардың саны 800 миллионға жеткен. Қысқа мерзім ішінде мыңдаған жүйедегі онлайн баспасөз әлемнің қай бұрышында екендігіне қарамастан жүйені пайдаланушыларға қалаған сәтінде жеткізіліп тұруы бұрынғы кезбен салыстырғанда ірі жетістік екені рас. 1996 жылдан бастап электрондық журналистика қарқынды дамып, айналасы бір ғана жылдың ішінде ақш-та осы жүйеде 1300 онлайн газет, журнал өз ісін жүргізе бастаған. Сонымен 400 күнделікті газеттің және 100-деген журналдардың электрондық нұсқасы пайда болған және 10-нан астам күнделікті электрондық басылым жаңадан шығарыла бастаған. 2000 жылдың басында ақш-та күнделікті шығатын 1500 газет, 18 мың журнал, өздерінің жеке веб-сайттарын ашқан. 100-деген ақпараттық агенттіктер, телекомпаниялар, радиостанциялар веб-тораптарға ие. Компьютерлік жүйенің жылдамдықпен дамуы 20 ғасыр ақпарат құралдарын мүлде өзгеше сандық технологияға көшкен жаңа құралға негізделген жаһандану заманының ақпараттық кеңістігін құрып отыр. 80 жылдары Америка ғалымы Тофлер
Алвин Тофлер. Өндірістік прогрестің нәтижесінде пайда болған кең арнадағы ақпарат қабылдаушыларға арналған дәстүрлі бағыттың дәурені бітті. Енді өндірістен кейінгі әлеуметтік ақпарат қабылдаушылардың әртүрлі тораптарына арналған микрооқырман, тыңдаушы көрермендерге ұсынылатын ақпараттық қарым-қатынастың жаңа құралдарының күні туды деген тұжырым жасаған. Бағыттың топтастырылуын тежеу ақпарат қабылдаушылардың қажеттіліктері мен сұраныстарына сай белгілі бір салалар мен топтарға бөліну үрдісі әлеуметтік себептердің технологиялық прогрестің жарнама бизнесінің ерекшеліктеріне байланысты туындайды. Белгілі бір бағыт бойынша салаларға бөлінген ондаған арналар бар ғарыштық және кабельдік телевизияның кең өріс алуы ақпарат қабылдаушылардың топтарға бөлінуіне елеулі ықпал етіп отыр. Сонымен бірге тағы бір әсер етуші фактор тұтынушылар нарықтың әртүрлі салаларына қызығатыны, түрлі бағытта қажеттіліктер мен сұраныстар және социологиялық зерттеулерге негізделген салалық жарнама технологияларының өмірге дендеп енуі, аталмыш үрдіс әлемді торлаған компьютерлік жүйе дамыған сайын күш алу бағытын байқалып отыр. Ақпарат қабылдаушылардың белгілі бір үлгісінің қалыптасуына ықпал еткен журналистиканың коммерциялық сипаты барған сайын тереңдеп, электронды ақпарат құралы атты мерзімді баспасөздің аса күшті бәсекелесінің тууы Батыс Еуропа мен ақш медиа саласының дамуында дағдарыстың ұшқынын тастады. Бәсекелестік барысында алға шыққан баспасөздің жетекшілік орынға жайғасуы дағдарыстың туындауына себеп болды. Айталық, Нью-Йорк мерзімді баспасөз мен жарнама нарығында бір кезде 10 шақты күнделікті газет бәсекелесіп келген болса, 90 жылдардың басында небары 4-ақ газет қалған. Шын мәнінде Нью-Йорктың нарығында күнделікті The New York Times газеті ғана билеп төстеп, коммерциялық қызмет пен жарнама табысының көп бөлігін иемденіп отырды. Бұндай көріністер Еуропаның ірі қалаларына тән. Әсіресе саяси партиялардың басылымдары Еуропада өте ауыр жағдайға тап болып, оқырмандарының саны күннен күнге азая түсуде. Германияда бұрын көп тиражбен жарық көретін 100-ге тарта газет болса, 90 жылдар жалғыз газет, яғни демократиялық социализм партиясының газеті ғана қалғаны жоғарыдағы айтқанымызға дәлел болса керек. Көз алдымызда кең өріс алып қаштап дамып келе жатқан компьютерлік ақпарат қатынасының жүйесі, хабарлардың сандық технология мен ақпараттың топтастырылуы баспасөз құралдарының дәстүрлі келбетін түбірімен өзгертті. Алайда 20 ғасыр журналистикасының дамуында кездесіп отырған кейбір қайшылықтар мен өзекті мәселелер толықтай шешімін тапқан жоқ. 20 ғасырдың соңында әлемнің көптеген елдерінде бағыттың коммерциялық құрал ретінде көрініс табуы біршама күш алды. Газет, журнал басу, бағдарлама дайындау үрдісі ақпараттық өндірістің саласына айналып, тұтынушылардың нарықтық талаптарына бой ұрған іскерлік сипат, тиімді жұмыс істеуге бағыттаған менеджмент, маркетинг стандарттары енгізілуде. ақш ақпарат саласы қызметкерлерінің Американың ақпараттық өндірісі бизнес деп мәлімдеулері кездейсоқтық болмаса керек. Батыс Еуропаның өзінде бақты медиа өндіріс журналистердің туындыларын нарықтағы өзге тауарлармен бірдей медиа өнім деп атайтын болды. Коммерциялық бағыттағы журналистикада журналист пен баспасөз ақпарат құралы белгілі бір нарыққа қызмет етуге тиіс деген дүниетаным орнықса, дәстүрлі журналистикада ең алдымен азаматтарға, қоғамдық санаға немесе жеке тұлғалар болып табылатын оқырмандарға жол тартуы тиіс делінеді. 90 жылдардың ортасында аталмыш елдің газеттері өз бюджетінің 80%-ын жарнамадан, 20%-ын жазылушылар мен сатудан түскен ақшадан құраған. Яғни жарнама берушілер мен оқырмандардың газет қаржы көзін құрауда ара салмағы 4-1 болып өзгерген. Жарнаманың осыншама зор ықпалы баспасөздің мазмұнына да әсер етіп, мейлінше оқырман қауымның назарын аударатындай материалдар жариялауды көздейтін болды. Айталық, 90 жылдардың басында ақш-тың газеті тілшілерінің 19%, спорт, 8% қылмыс пен сот ісі жайындағы мәселелер, 7% бизнес тақырыбы бойынша арнайы маманданған. Олай болса, қоғамдық, әлеуметтік және білім мәселелері бойынша маманданушылар небары 4% құраған. Дүниежүзілік екінші соғыстан кейін батыс елдерінде медиа корпорациялар ақпараттық емес ірі компаниялармен қызметтік байланыстар құруы ірі медиа корпорациялардың пайда болуына түрткі болған.
Олар әлемдік ақпарат нарығына ену мақсатымен ірі іс қызметтерін еларалық бағытқа бұрған. Бүгінде ақпараттық қарым-қатынастың ең соңғы үлгілері технологиясын пайдаланатын қаржы, экономикалық ірі базалы корпорациялар халықаралық ақпарат нарығында алдыңғы қатарда жүр. Олардың іс қызметінің бүкіл әлемді қамти бастауы ақпарат өндірісінің жаһандануы болса керек. Ірі медиа корпорацияларға қарасты ақш-тың көптеген журналдары мерзімді баспасөз әлемінің көп елдерінде ірі тиражбен таратылуда. Олардың көбінің шетелдерге арналған нұсқалары бар. Ішінара оқырмандардың ерекшеліктеріне сай жергілікті ұлттардың тілдерінде де жарық көреді. 2000 жылдың бастапқы жартысында әлемнің ақпарат нарығында бар жоғы 6 концерн жетекші орында болған. Сол 6-ның 5-інің орталығы ақш-та, біреуі ғана Германияда еді. Бұл 1998 жылы әлемнің ең ірі баспасөз орындарының бірі Random House-ты сатып алған Bertelsmann концерні болатын. 90 жылдардың соңында әлем ақпарат нарығында алға шыққан еларалық корпорация Time Warner болды. Оның аясында Turner'дің көңіл көтеруге арналған телевизиялық кабельдік жүйесі, әдеби көркем бағдарламалар арнасы, сазды әуендік кинокомпаниясы, көптеген басылымдар, кітап дүкендері, кітапқұмарлардың клубы, интернеттегі 100-деген онлайн басылымдар, веб-сайттар қызмет жүргізді. 2000 жылы Time Warner мен American онлайн корпорациясының бірігуі ірі мега концернге айналуға жол ашты. Олар бірден 21 ғасырда интернет дәуірі болады деп жариялаған. Жаңа концерннің қатарына 33 ірі журнал және ондаған бақ кинокомпаниялар, компьютерлік ақпарат қатынас жүйесі кірген. Екінші басты медиа концерн бұл Walt Disney. Оның қатарына 100-деген ақпарат құралдарымен қатар әлемнің ең ірі телекомпаниясы американдық ABC кіреді. Жоғарыда аталған ірі 6-ның қатарында Fox теле жүйесі, оның иесі Мардюктың, News Corporation NBC теле жүйесі, CNBC кабельдік жүйенің меншік иесі, General Electric концерні, тәулік бойы хабар тарататын кабельдік телевизияның MSNBC арнаны меншіктейтін Microsoft корпорациялары жатқызылады. Журналистика N-фоно аясындағы көрініске айналды деген сөзді жиі еститін болдық. Ақпараттық қатынас жүйесінің жаһандануы бүкіл әлем халықтар мәдениетінің өзара ықпал етуге байытылып дамуына, ақпаратты дүниенің қай бұрышында да жедел жеткізуге лайықталған ашық қоғамның қалыптасуына қолайлы жағдай тудырып отыр. Сонымен қатар елдер мен халықтардың мәдениетін, салт-дәстүрінің өзіндік ерекшеліктерін жоғалтуына, санасын бір қалыпқа салып теңестіруіне ықпал етуде ғажап емес. Осылайша бүкіл әлемде журналистика ақпараты ықпалды әрі ірі қозғаушы күшке айналып отыр. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.